Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен осындай жұмсақ болып пісетін панкейктің рецептімен бөлісемін. Бұндай рецепт әлі сіздер көрген жоқсыздар, сол себепті жақсылап қарап, дайындап көріңіздер. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға айранымыз бен содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оны 5 минутқа қойып қоямыз. Кішкене үлкендеу ыдыс алсаңыздар болады, өйткені оның объемы 2 есе үлкею керек. Сол уақыт аралығында біз жұмыртқамызды дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқаны алып, жарып, шұңғыл ыдысқа үстінен қантымызды салып, жақсылап миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Көлемі 2 есе үлкейгенге шейін осылай видеодағыдай жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Дайын болған соң оны жаңағы 2 есе үлкейген айранымыздың үстіне құйып, жақсылап тұрып венчиктің көмегімен араластырамыз. Қатты араластырудың да керегі жоқ. Себебі массамыз басылып қалуы мүмкін. Сол себепті жай-жайдан араластырып аламыз. Айранды таңдаған кезде оның майлылығына еш мән бермеңіздер, себебі әртүрлі майлылықтағы айранды қолдануға болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, келесі кезекте бізде ұнымызды жақсылап електен өткізіп алып, жақсылап тағы да бір рет біркелкі масса шыққанша венчиктің көмегімен тағы да бір рет араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне күнбағыс майын құямыз. Одан кейін тағы да бір 30 секундтай, 15 секундтай тағы бір рет біркелкі масса шыққанша тағы да араластырып аласыздар. Панкейкімізді асты жай баяу қызып тұрған майсыз табада пісіретін боламыз. Массамызды құйып 1 минуттай үстіндегі барлық көпіршіктер жарылғанша тосамыз. Осындай болғанда, осындай қалақтың көмегімен кері ауыстырып, екінші жағын пісіріп аламыз. Ешқайда асықпаңыздар, панкейк осылай жай баяу отта піседі. Дайын болған панкейкімізді әсемдеу үшін ыдысымызды алып, өзімізге ұнаған бір-бірінің үстіне қойып, үстіне қойытылған сүт, немесе бал, сондай салмаларды салуға болады. Мен қойытылған сүтті салдым. Оның үстінен әртүрлі жемістермен де безендіруге болады. Қарап тұрсаңыздар, өте әдемі шықты, біркелкі қызарып, дәмі деген енді айта алмаймын. Баяу отта піскеннен кейін өте жұмсақ және іші толықтай осылай пісіп шығады. Осы рецепті көрсеңіздер, жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.